енем мені білмейді, енем есім білмейді, кәрілігі жеңген. Жуындырғанда, әжетханаға апарғанда тыңдамайды. Мен ашуланып айғайлап қоям, ұрсып, бірақ Алладан қорқам. Күнәһар болып қалуым керек деп. Болады сондай кезде, бірақ жаңағы түбінде зілмен ұрыспа. Ана кішкене былай тыныш отырыңыз деген сияқты бүйтіп. Мысалы, балаға да ұрсу арам болып қалады, онда балаға да ей деп так болу керек. Егер так-тагын тыңдаса, так-тагын тыңдамаса, ұрып, мыжып, баяғыда қан бішіп едің атаңа нәлет деп басына солып қама. Бүйтіп қой, тыныш отыр деп, тыныш тұрыңыз деп айтсаң болады. Өйткені алжыған адам, есейген адам үлкен көмекке мұқтаж болып қалады. Осы ораны пайдаланып саған алғыс айтқым келіп отыр. Барлық енесін баққан, атасын баққан, айналайын қазақтың алтын келіндері, аман болыңыздар. Алла сіздерді қолдасын, ұрпақтарыңыз қадірлі болсын, сіздердің дәрежелеріңіз өссін, Алла сізді қолдасын, береке берсін. Енесін осылай қарап, құрметтеп, ол сөздің ұяты жоқ, астын жуып, тазалап берген қандай бақытты адамсыз сіз. Алла сізді бұл жолда шаршатпасын. Осылай жасаған әрбір еңбегіңіз Алланың алдында еселенген дүние, Алланың алдында қадірлі дүние. Осындай жасап жатқан келіндерді, әйелдерін еркектер алақанына салып өт. Өз анаңды өзің қарай алмайсың. Сондықтан қадірлеңіздер. Енді осыны естіп отырған енелер, сенің тағдырың қандай боларын Құдай біледі. Сондықтан қазірден сол келінге дұрыс қарасаң, ертең қартайғанда зейнетті осыдан көресің бұйырса. Қызың кетеді ұрымға, ұлың кетеді қырымға. Көзде күнін қарап, келінің сөзі дұрыс болса, қазірден келешекті дайындап қою керек. Келінді дұшпан қылып, түртіп, одан сыр жасырып, ұнатпай, ақылдаспай, мен өзім білем деп, өргі күректікке салған енелерге қатысты кішкене анау нелеріңізді, енді қазір тілде оны гонор дейді, жастар жақсы біледі, үлкен кісілеріне тәкаппарлығыңызды кішкене басыңыз. Алланың алдында қандай ахуал боларын Құдай біледі. Сондықтан соған жақсы сөз, жарым ырыс, үлкен берекелді дүние деген сөз болады. Әйел адам мешітке баруға боламы? Проблема жоқ. Тек қана таза емес уақытысында кірмегені жақсы деп айтамыз. Басқа уақытта келсе бола береді. 8 айдан бері балаларына келбеген атасына қандай мәміле қылыш болу керек дейді. Ұрмат қылыш керек. Ұрмат татықты адам бар деп білбейсіз не болған. Күні өлі болса, теген Наташаға деле кетіп қалса, ұрматы болуш керек. Атаның ұрматын қойсаңар, өзіңіз деле ұрмат көресіздер. Ошындай қылғыла. Сен мындай қылдың, азыр мен бүйтіп жіберішім керек деп. Ол ақымақшылық қылды. Енді ал ақымақшылық қылса, сен деле ақымақшылық қылышың шарт емес та. Эмне қылышың керек? Енді ал күні өлі болды, ал иш билбеді, ал ошындай қылбағыла. Ошо еріңде балалардың атасын ұрмат қылыш үшін бірінші салыштырбағыла. Теге Рүстемнің қарашы, атасы қандай, бізді кеші мындай деп салыштырбағыла. Андан кейін екінші ел эмне дейт деп андай қылбағыла. Ел эмне дейт, тегелер эмне дейт, құдалар эмне дейт. Андай ешқашан біз адамның көңілінен шыға албайбыз. Андан кейін ұрмат қылсаң, Құдайым башқасын өзі бере береді. Сапарда сүннеттер оқыламы, оқыған дұрыс, қалдырмаңыздар. Нұрлан аға, қалдарыңыз қалай? Апам қалай болды? Алдында банжада деп едіңіздер. Танымадым. Жерде қызмет атқарамын дейді. Жақсы жерде қызмет атқарамын. Күйеуім ауылда тұрадыңыз деп қызметке жібермей отыр, не істесем болады дейді. Күйеуің айтқан істежан. Қызмет табылады. Жер бетінде күйеу табылмайды. Құдай бағың сенің, ерің жаның. Сол еріңді қадірлеп, міне осындай жұмысты сен үшін тастадым деп, бірақ жәнін жеп, ұрысып, ең соңында ұрысып, байдана жапқап жүрме. Үндемей, іштен тынып, сенің бақытың, қуанышың, бір күнгі тапқан ақшаңа, саят сауыққа қызық балтыным. Сенің басыңдағы бағың да, балаларыңның әкесі сол болады бұйырса. Сенің ана қасындағы жыртың еткен жұмыста коллегаларыңа қызға берме жаным. Сөйт алтыным. Сол Құдай қосқан жарыңмен бақытты болатыным. Қазаққа қандай тіл жаттаған дұрыс? Ең бірінші ана тілін жаттау керек. Ана тілін жақсы білу керек. Содан кейін енді әлемнің тілі ағылшын тілі деп айтқан болар едім. Өйткені Америка Құрама Штаттары, дүниедегі ең көп мемлекеттердің барлығы, дамыған мемлекеттердің бәрі ағылшынша сөйлейді. Ағылшынша сөйлеңіздер. Орыстың тілі енді қажет емес деп айтпай қояйын, бірақ кейінгі орында тұрса болатын шығар. Аға, өмірге деген мотивациям кетті. Ештеңе қызық емес, қатыгез болып кеттім. Жан жағым өлім туралы көп ойлар келеді дейді.
Бірінші сіздің кәсібіңіз керек маған, не істейтініңіз, содан қарай сізді салыстырмалы түрде сосып мотивацияңыздан алып шығуға себепші болады. Бірінші жұмысыңызға байланысты және қоршаған ортаңыз адамыңызға байланысты. Жетханада кіргенде сол аяғымен ағузу билля деп кіріп, оң аяқпен ғұфранак деп шығуға бола ма? Өзі де солай. Ең қысқа дұға соны оқығанбыз. Бірақ кіргеннен кейін айтпады ол. Кіргеннен. Кірердің алдында айтты. Балаларыма ұрсып қоямын. Сол үшін өзімді кінәлі сезінемін, Алладан қорқамын. Ұрыспасаң бала кетпейме, өз білген істеп. Баланы ұрысу керек, ұрысатын кезде ұрысу керек, айтатын кезде айту керек. Бірақ қасында болғанда ұрысыңыздар. Біздің кейбіреулер болады, әкелер, ұрысқыш әкелерге айтқым келіп тұр да, өзі таңның атысы күштің кезі қаңғып жүреді да, соны келіп алып мен ойнап жүрмін ба деп жерден алып жерге салады. Сенің қатыгездігің қалып қояды. Балаға мейірім керек, балаға махаббат керек. Ал енді кешке дейін жүріп сенен бір жылы сөз күтем ба дегенде ұрсып алсаң, әкеңдікі оқ, ананыкі боқ деген сөз осыдан болады. Әкелер өзі ұрыспайды баланы. Әке қабағымен, бір көзінің ұшымен ғана тәрбиелейді. Сондықтан енді әкенің де айтатын жері болу керек. Күнде балаларының қасында болса, айтқан жақсы болады. Ал бірақ өзі түнде келіп, вахтамен жұмыс істеп, 15 күн жұмыс істеп келіп, бір келген кезде бақырып, шыңғырып, әйелімен ұрысып, сәсиетпен ұрысып, баламен қырылысқаннан кейін не абыройың қалады, не дүниенің қадірі өтеді дейсің. 35 жыл тұрамыз. Кезінде регистрация болып неке қиған жоқпыз. Ол дұрыс емес пе? Неке қию керек пе? Дейді. Қидырыңыз жаным. Сәләфилер неге көп әйел ала береді? Жеңілге жүгіреді. Ол ала бергендігі проблема емес. Соған тие беретін қыз айтсаңызшы. Ала береді ғой. Қыз тиіп тұр да. Сондықтан қызға 40 үйден тыю, қызды дұрыс тәрбиеле, қыз тәрбиесі, ұлт тәрбиесі, қыз оқу, ұлт оқу дегеніміз сол емес пе? Сондықтан қыздарымызды сіз біз болып оқытайық. Кішкене пиво ішіп едім. 40 күн болмады, жұмаға барсам бола ма? Болады. Заңға ажырасқан талаққа жата ма? Жатады. Некені жаңартуға бола ма? Некенің срок годности болмайды, жаңармайды. Обновить етіп, жаңа прошивкасы шығып, қазір 18-де 2-сі шықты ма, сол 18-де 2-ші прошивканы молда салып бере бермейді. Ондай жоқ ондай. Неке бар болса бар, жоқ болса жоқ. Күйеуім намаз оқиды, бірақ көп сөгіс айтады. Күйеуім ашуланып, ұрысса посуда сындырып таслайды. Бірімізді екі қыла алмай жүрміз, не қылсақ екен дейді. Темір посуда алыңдар. Темір посуда, соңы сынбайтын пластмассовый посуда ғой. Соңы қымбат посуда алмасын. Ақыры бәрі сындыра беретін сондай утилизборды турап тастайтын машинка сияқты күйеуің талқандай берсе, онда арзандау посуда ал, ақыры сынады ғой деді. Ақыры сындырады ғой, жынды қоян шық деді. Жынды болғаннан кейін арзандау китайский пластмасса одноразовый посуда іше беріңдер. Сөйтіп байисың. Айтпаса қымбат посуда алың келеді, жақсы посуда алың келеді, соны сынып бітеді бәрі. Олай жасама жаным. Ақыры білесің, ол не нормальный, сындыра береді бәрін. Енді өшін посудадан алса ала берсін. Самый главный өшін сенен алмасын, сен ұрып тастамасын. Посуда берсе, бере бер пластмасс посуда. Айырып, ана Сергей деген ана бізден мұртты кім бар? Кім еді фамилиясы құдай? Сергей деген жігіт бар, бүйтіп сындыра береді. Тып-тыныш жатқаны тефальдің посудасын айырып тастады байқұс. Сол сияқты айырып тастайтын посуданы, пластмассты айыра берсін. Пластмасса баклажкалардан кесіп жасай бер, сол баклажканы айырып, тістеп, өшін сөден ала берсін. Қарап отыра бер, күліп ойнап болды, жақсы болады сонда. Басқаша амал жоқ жаным. Омен ерегісіп, бүйтсенен айбек таппайсың. Намаз оқиды, бірақ сөгінеді. Инна солата танха анил фахша вал мункар. Намаз оны түзетпейді. Сол намазды көбейте бер. Соның намаздың қасында сен тұр. Соның намаздың артынан дұға тілемейсіздер ме? Неге күйеуді жамандайсыңдар? Өзің күйеуді Құдайға айтып көрдің бе соны? Маған айтқаннан пайда жоқ. Құдайға айтсайшы, Құдайға, Құдайым, менің күйеуім нервный, соның нервін басып бер. Менің күйеуім посудан бәрін сындырды, үйде посуда қалмады, Құдайым, деп Құдайға айт. Соны Алла Тағала жүрегіне бір мейірім салады. Өліп қалсын деме, бірақ Құдай қой өліп қап, жесір қап жүрме. Сондықтан дұрыс сұра. Құдайым, осы күйеуімнің жүрегіне сабырлық бер, күйеуіме ақылдық бер деп чай бергенде, жаным, қандай бақыттымын, менің күйеуім нервный екенін айтпа, қандай бақыттым деп мақтап қойсаң, соған мәз болады күйеуің, дейді. Сөйт. Алқаш күйеуінің разылығын алған дұрыс па дейді.
Алқаш өліп қалғанда жоқ деп айтамыз біз. Ой, бауырым Алқаш, бауырым ой, Алқаш бауырым ой дейсің. Бәрібір Алқаш болса да ол бауыр. Алқаш күйеу не? Күйеу емес пе не? Алқаш болса да сол балалардың әкесі ол. Сол қазақтың баласы, менің бауырым сол. Соның Алқаш болғанына сен кінәлі, соның Алқаш болғанына мен кінәлімін. Өкімет кінәлі соған. Соған дұрыс жұмыс тауып бермеген, соны жалқаулыққа үйреткен, кредитке үйреткен өкімет кінәлі сол. Сондықтан кінәліміз біз. Сөйтіп, әр қазақты сөйтіп тәрбиелеуіміз керек. Алқаштарын мән итеріп апарып тастамауымыз керек. Оларды қарап, баптап, күтуіміз керек. Басқасын ешкім бермейді. Басқа мемлекеттен барып алқаштарыңды берші бізге десе бермейді. Олардың алқаштары өзіне керек. Сол сияқты біздің алқаштар біреу керек бізге. Жаман болса да ағамыз, жақсысын қайдан табамыз, жоқ басқа. Сондықтан қадірлесу алқаш күйеуді. Бүгін алқаш болып қалған жоқ ол. Немереме арнап салауат дәптер жазып қойған едім. Әріптерін қате жазып не істесем болады? Тастау керек негізі. Сол салауатты немереме арнап жазыңыз жоқ, сол өзіңіз айтыңыз да. Басқамен жүруін тоқтатпаса не істеуге болады дейді. Дұға қылып шайын беріп Құдайдан сұрай берсін. Әйел адамның айлық қонаға келгенде қанша күн намаз оқымауға болады? Қанша күн келеді, сонша күн оқымайды. Әр әйелдің табиғаты әртүрлі. Ең төменгісі 3 күн, ең ұзағы 10 күн. Егер әйелдердің денсаулығы беріп, гормональный өзгерістер болып, соның нәтижесінде 10 күннен асатын болса, 10-ші күні жуынып, тазаланып, оқи береді, келген хабарлары оның ауру болып есептелінеді, бірінші дәрігерге көрініңіз. Содан кейін намаз оқи береді. Өзі қысқасы 3 күн, ұзағы 10 күн. Әр әйелдің табиғаты әртүрлі.